жылдам ақпарат тарады. Тезірек көріңіздер. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басын ұнатпаңыз. Президент бизнес субъектілеріне қатысты заңға қол қойды. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бизнес жүргізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы заңына президент қол қойды. Заң бизнес субъектілеріне қатысты мемлекеттік бақылау мен қадағалау формаларын ретке келтіруге, бизнесті жүргізу жағдайларын жақсартуға бағытталған. Нақтырақ айтқанда, салалық заңдар деңгейінде жеделдеп қою шаралар қолдану, тергеу жүргізу тетіктері, бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау жүргізу тәртібі айқындалды. Бірнеше салада бизнесті жүргізу салаларын жақсартатын өзгерістер мен толықтырулар, соның ішінде балық шаруашылығында ауыл шаруашылығы мақсатындағы перспективалы жер учаскелеріне балықты жасанды жолмен өсіру мүмкіндігін қарастыратын өсімдіктер карантиніне байланысты карантинге жатқызылған өнімнің орнын ауыстыруға әкімшілік жүктемені азайтуды, өнеркәсіп саласындағы отандық өңдеу өнеркәсіби кәсіпорындарын өз елімізде шығатын шикізатпен қамтамасыз етуді, мұнай-газ саласындағы шикі мұнайдан қайта өңделген өнімдердің шығуын тегін растайтын құжаттар тізбесін нақтылауды, қаржы нарығында банктермен өзара іс-қимыл жасау кезінде бизнес үшін рәсімдерді жеңілдету, тағы да басқа мемлекеттік тіркеулер қайта тіркеу бойынша мемлекеттік қызметтер көрсетудің электрондық форматына ауыстыруды көздейтін бірқатар түзетулер енгізілді. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басу, жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.